Сәлем достар. Ақтөбенің енді желі деген ерекше қатты. Тек қаланың сыртында емес, қаланың ішінде де білінеді. Қазір мен қаланың сыртындағы Нефтяник дейтін Украинка деген жерде тұрмын. Нефтяник негізінен қалалықтарға көп келетін, демалысқа көп келетін өзінің бір курорттық аймақ деп айтсақ та болады. Ол жерде лагерь орналасқан және жаздың кезінде ыссы болған кезде адамдар қаладан арнайы келіп демалады. Жолдың ар жағында поле бар, әне трактор жұмысын бастап кеткен. Шамалы уақыттан кейін мына жерлерді бәрі жау жасайды. Одан әрі қарай кете береді. Опытный деген жер, пригородный одан әрі қарай. Супермаркетке келдім. Маған негізінен сатыстар қарағанда негізінен. Маған уборка істеуге тряпкалар керек еді, бірақ мына жақта полотенцелар сияқты отик. Салфетка алу керек үйге. Қандай салфеткалар бар екен мына жерде. Мына салфеткалар қолға жабысып қалам екен. Осыны алып көрейін. Жақсы, аппақ ұсынып тұрмай. Қазір мен давлением төмен болды, сондықтан кофе алам шығар. Қандай кофе алсам екен жақсы. Скидкамен тұр екен. Мынадан алып көрейік. Строн, крепкий дейді ол. Скидкамен тұр екен, кейбір бірақтан да іштері кішкентай сияқты. Іштерінде әдеттегі алып жүргендегіден, обычно алып жүргендерден кішірек сияқты, бірақ алайын. Көптен бері киви алғым келіп жүреді. Оны асқазанға, ас қорытуға өте жақсы дейді, пайдалы. Шекерсіз печенье алу керек сияқты. Қазір мен бірақ жарты жыл болды. Мучной тамақтарды, ұннан жасалған тамақтар, нандар, печенье дегенді көп жемеймін, арасында жеймін. Мүлдем жемеймін, тек арасында ғана жеймін. Үйге алайын, үйдегілерге жеуге.
Маған ұнайтын осы ішінде крокет. $292. Қазір менде басы таңертеңгі тамақта каша, бұрын кашаны мүлдем жемейтінмін. Жарты жылдай болды. Міндетті түрде таңертеңгілік таңғы асқа каша. Қайсысын алайық, бірін таңдап алайық. Жұмыртқа алып жіберейін мына жерден. 480 теңге. Сіздердің қалаларыңызда продукттың бағалары қанша болады? Жұмыртқа қанша, каша қанша, жалпы фруктылар қанша? Комментарийға жаза кетіңіздер. Қымбаттап жатыр ма сіздерде де? Нұр-Сити деген район. Мана айтқанымдай басында элитный район болады деп салынған болатын. Адамдардың барлығы осы районнан үй алуға асығып, ипотека ақша салды. Негізі бұл районнан үйлер аса қымбат болмайды. 3-4 этажды, 4 этажды. Өткен жылдан бастап Нұр-Ситиде балаларға ойнайтын площадка салынды. Кешке мына жерде адамдар толып жүреді. Қазір сағынған адам болмайды екен. Ана жерде де торговый дом ашылған, онда ашылғанына 2-3 жыл болды. Карантиннен кейін ашылған, қателеспесем. Қазір Нұр-Ситиде барлығы бар. Салон керек па. Мына жерде клиникаға дейін ашылған, консультация беретін әйелдерге, магазинге көп, барлығы, кафелер, не керек бәрін табасыз. Маған негізі площадкалардың қасында үлкен бір микрорайон деп бір есептесін, бірақ сол жердің қап-қара топырақ болып, шаң болып жатады, ұнамайды. Мына көк үйлер ең бірінші салынған үйлер ғой. Топырақ, арам шөптер болып жатады да, бір уақытта этаж үйлерге қарай көшеді. Үйлердің ар жағында мектеп, ең бірінші салынған мектептің бірі ғой. Осымен біздің Нұр-Ситиге шағын путешествиеміз аяқталды. Енді әрі қарай автобус болса автобусқа мініп үй жаққа қарай кету керек. Немесе такси ұстаймыз.